Моль ұғымы бойынша есептеулерді жалғастырамыз, және бүгінгі видеода біз белгілі зат мөлшері бойынша заттың массасын есептейміз. Егер бізге зат мөлшері белгілі болса, онда заттың массасын біз зат мөлшерінің малярлық массасына көбейту арқылы таба аламыз. Өлшем бірлік бойынша зат мөлшерінің өлшем бірлігі моль, малярлық массаның зат өлшем бірлігі грамм-моль, моль-моль қысқарады және жауабымыз грамммен шығады. Келесі мысалды шығарып көрейік. Бізге келесі заттардың массасын анықтау керек. Көріп тұрғандай бізге зат мөлшері берілген. Тағы да заттың массасын табу үшін біз оның зат мөлшерін малярлық массасына көбейту керекпіз. Бұл заттардың малярлық массасы берілген, енді массасын тауып көрейік. Сахарозның массасы 0,1000 мольді 342 грамм мольге көбейтеміз. 35,149 өлшем бірлігі грамм, себебі моль мен моль қысқарады. 35,149 грамм шығады. Тап солай келесі бізге кадмий сульфиді берілген. Массасын табу үшін оның зат мөлшері 1,5 көбейтілген 10-2 дәрежесі. Біз оның малярлық массасы 144 грамм мольге көбейтеміз. Моль қысқарады. Және 1,5-ті 144-ке көбейтсек, бізде 216 шығады. Және 216 10-2 дәрежесіне көбейтсек, 2,16 грамм шығады. Және үшіншісі бұл аммоний фосфаты. Бізге 2,5 көбейтілген 10-3 дәрежесіндегі моль, біз көбейтеміз оның малярлық массасына 144 грамм моль. Өлшем бірліктерін қысқартамыз, моль қысқарады. Жауабымыз грамммен беріледі. 2,5-ті 144-9-ға көбейтсек, 372,5 шығады. Және 10-3 дәрежесінің қасына жазамыз грамм. 10-3 дәрежесінің орнына, есіңізде болса, біз кило деген префиксті жаза аламыз. Сонда бізде 372,5 килограмм шығады. Келесі мысал, парацетамолдың ересек адамға бір рет берілетін дозының мөлшері 0,1 миллимоль әрбір килограмм салмағы үшін. Парацетамолдың салмағы 60 килограмм ересек адамға бір рет берілетін дозының массасын есептеңіз. Бірінші бізге мына сан берілген және ересек адамның салмағы берілген. Яғни осы салмақ 60 килограмм салмақ үшін бізге қанша парацетамолдың зат мөлшері керек екенін бірінші есептеп көрейік. ,1 миллимоль әрбір килограмм салмақ үшін көбейтеміз 60 килограмм салмаққа. Килограмм мен килограмм қысқарады. Және бізде 0,16 миллимоль шығады. Яғни 60 килограмм ересек үшін бір рет берілетін дозының мөлшері 0,16 миллимоль болу керек. Енді бізге оның массасын табу керек. Массасын табу үшін бізге оның зат мөлшерін малярлық массасына көбейту керек. Малярлық массасын сіз есептеп көріңіз. Ал мен мына жерге жазып қоямын оны. 151 грамм моль менде шықты. Зат мөлшері бізде 0,16 миллимоль. Және біз оны көбейтеміз 151 грамм мольге. Моль, және мына жердегі моль қысқарады. Назар аударыңыз, бізде милли деген префикс қалды. Яғни біздің жауабымыз миллиграмм болады. 0,16-ны 151-ге көбейтетін болсақ, 90,16 шығады. Яғни 60 килограмм ересек адамға
бір рет берілетін парацетамолдың дозасы 90,6 миллиграммнан аспау керек. Енді сізге үйге тапсырма. Бет тазартқыш құрамына кіретін салицил қышқылының молекулалық формуласы берілген. С7H6O3. Салицил қышқылының молярлық массасын есептеңіз және зат мөлшері 5 көбейтілген оның -5 дәрежесіндегі моль салицил қышқылының массасын анықтаңыз. Өлшем бірлігін сіз грамм немесе миллиграммен өлшей аласыз.